Сәлем достар, бүгін сіздермен ең дәмді пиде жасайтын боламыз. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды, дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп, 3-4-ке бөліп, жақсылап қамыр илейміз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады, оны жылы жерге енді қойып қоямыз. Салмасына пияз, қызанақ, тәтті перец, чеснок және көк пияз қосамыз. Барлығын майдалап тураймыз. Болғаннан кейін фаршпен қосып, жақсылап араластырамыз. Бұрышымызды қосамыз және дәміне қарай тұз. Жақсылап араластырып, енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Бізде осындай қамырымыз жақсылап көтерілді. Мен оны 4-ке бөлдім, яғни 4 пиде жасайтын боламыз. Қамырымызды дөңгелек немесе төртбұрышты қылып жаюға болмайды, оны сопақша етіп жаямыз. Яғни қазір көріп отырғаныңыздай, осындай сопақ күйінде жаятын боламыз. Дөңгелек қылып жайып қойсаңыз, ол пидеге ұқсамай қалады. Мінекей қамырымызды жайып болды. Енді оны керекті формаға қоямыз. Фаршымызды 2-3 қасықтан салып, қасықпен жақсылап жайып қоямыз. Біздің пидеміз әдемі көріну үшін жандарын осылай видеодағыдай әдемі етіп бөліп шығамыз. градуста 30 минутта пісіреміз, яғни қызарғанша. Міндетті түрде осыны жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Сонымен қатар маған тіркелуді ұмытпаңыздар және YouTube каналыма жазылуды да ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.